Қайырлы кеш, бизнес әріптестер. Мен Аймырзаева Күлзирамын. Мен осы Тянь-Шинге денсаулық деп келгенмін. Мен денсаулықтан кейін осы бизнесін жасап жатырмын. Бизнеске мен қалай бұрылдым? Бірінші кезде августта мен тек денсаулығым болса болды деген адамның бірі едім. Жан-жағыма қарай жүріп, мені көріп, маған еліктеп келген адамдардың мен осы офиске ерте келе жүріп, өзімнің командамның өскенін де байқадым. Мен барлық сабақтарға, конференцияларға қатыса жүріп, мен осы Шымкенттегі, Алматыдағы конференцияларға, фестивальдарға қатыса жүрдім. Сол кезде менің сахнаға шыққандағы ерекше құрмет болғанына өзімде бір ерекше өзгеріс пайда болғанын білдім. Мен 5 жұлдыз, 6 жұлдыз, 7 жұлдыз болған кезде мен Шымкенттегі сахналарға шыққанмын. Осылайша мен Алматыдағы конференцияға Ванюмейткене барған кезде мен одан бұдан да бетер үлкен энергия алдым. Содан ары қарай детоксқа барып, ол детокстан кейін де жақсы нәтижелер алғаннан кейін осы жұмысқа кірісіп кеттім. Мен осы жақында, осы санаулы уақытта болатын, 27-ші қарашада болатын Шақ сарайында, Алматы қаласында өтетін осы үлкен іс-шараға, яғни тойға шақырамын. Тойға келіңіздер. Сіз әр тойға келген сайын бұл тойда сізге денсаулықты айтады, ақша табу жолын айтады. Ал басқа тоймен салыстырғанда сізге ақша табуды айтпайды, тек тілек айтып, той ананы беріп қайтады. Сіз бұл шарадан, Шақ сарайында болатын іс-шарадан сіз үлкен энергия аласыз, денсаулық аласыз. Сізді көріп, еліктеп, қаншама адам сіздің командаңыз қосылады. Сіз берде болашақта болатын барлық өзгерістердің бәріне сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізбен жетесіз. Сізге осы тойға шақырамын. Тойда кездескенше, Шақ сарайында кездесуді нәсіп етсін. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн, аты жөніңіз кім, қай қаладан боласыз? Бірінші сұрақ. Екінші, Тянь-Шинға қалай келдіңіз? Үшіншіден, Тянь-Шиндан не үшін керек сізге Тянь-Шин? Осы сұраққа жауап беріңізші. Сәлеметсіздер ме? Мен Тянь-Шинға келген себебім денсаулық бойынша келдім. Әрине, аты жөніңіз? Менің аты жөнім Бұлбұл. Мен Алматы қаласынан келдім. Тянь-Шинға келген себебім осы денсаулық бойынша. Түркістанға келіп, аталардың басынан батасын алып, өзімнің сондай бір жеңілдік сезімдемін. Енді алдағы мақсатым осы Тянь-Шиндан жаңағы машина алу, үй алу және жаңағы Парижға барып өзімді серуендеп келуге мақсат қойдым. Қанша ақша аламын деп өзіңізге мақсат қойдыңыз? 4 миллион. Тамаша. Нақты мақсатыңыз болса, міндетті түрде сол ақшаларды аласыз. Сізге сәттілік тілеймін. Мен Болотаева Гүлбаршын. Осы Тянь-Шин компаниясында 4 жыл болды денсаулыққа келген болатын. Мықты нәтижелер алдым. Осы келіп отырған детоксым 7-ші детокс. Өте жақсы көремін детокс программасын. Маған өте ұнайды. Денсаулық алып жатырмын. Бүкіл семьяммен денсаулық алып жатырмыз. Өте ризамын. Компанияға ризамын. Көп рахмет. Барлық денсаулықтағы проблемаларымыздың бәрін шешіп беріп жатыр. Бүгінгі детокс қалай? Қандай әсер алдыңыз? Өте жақсы. Әсіресе не болды? Да. Енді талиядан 8 сантиметр кетіпті. Ол деген өте жақсы. Енді мен бұрыннан бері детоксқа келіп жүргендіктен маған аса қиын болған жоқ. Бәрін. Желчь көп шықты. Желчь керемет көп шықты. Өзі бауырда аздаған проблемам бар болатын. Шешіледі деп ойлаймын. Көп рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Гүлбаршын апай. Жалпы бұл кісі өзі врач-стоматолог, негізінде өз мамандығы. Бірақ сондай керемет нәтиже, отбасымен бәрі нәтиже алып отыр біздің компаниядан. Осындай мықты өнімдерден. Қараңыз, 7-ші мәртеге отырсыз ба? 7-ші детоксқа келіп отырса да бұл кісіден сондай көп көлемде желчь шықты, солай ба, да? Мен өзінде сахар бар, давление бар. Осы бұл сахар давление екеуі 2-ның табанасына қайтыс болды. Сол моментте 2000 жылы басталды ғой. Содан
сақырын берген сақыр кейін мында 2010-да ғана білдім. Білген жоқ қой. Білген сол сақыр уже 10 жылдан асып кетті қазір. Сол сақырын кім білсе жаңағы тамақта елден жеп жатқан сол қызығып жеп қоямын. Сақыр көтеріледі, бірақ білеміз неден көтеріледі, қалай да сақтап жүр. Кейде адамдар жеп жатқанда шыдай алмай кетемін. Ол жаңағы давление сол сақырдың арқасында көтеріледі. Кішкене Назгүл, нервін іштетесің. өмір сүргіңіз келе ма? Конечно келеді. Не үшін қызығасыз? Баласыз ба? Жасыңыз қаншада? Жасым 65-те, енді 65-ке келсеңіз қалай? енді қанша компанияда істедім, бүйтіп компанияда көбісі алдап тастап кетті. Бастауын жақсы бастап, 200-300 жылға дейін кетеді ғой. Просто обал ақшаң босқа кеткеніне. Өзің ақыр барғаннан кейін, сеніп барғаннан кейін, ел сағырын қойса екен, давление бүйтіп ауырмаса екен деп армандаймын ғой. Сен онда әлі арман алда, қанша деп армандаған сайын алда боласыз? Алда бұйырсын. Қантыңыз қазір қанша? Қазір бүгін уже 2 ай болды өлшеген жоқ. Енді 2 ай бұрын қанша болды? Бұрын біресе 8, біресе 12-ге кетіп қалады. Бүгін барғанда ертең таңертең өлшейміз. Сапаркүлде аппарат, общий аппаратымыз бар ғой деген. Так, давлениеңіз қаншаға көтерді? Давление последний осы 5 ай бұрын 230-ға дейін барды. Тамадасында сонымен. Қанша? 230-ға дейін барды. Ондай болған емес. 190? 230. Ой, бағыр. Ондай болған емес менде. Только 130-160 сонымен тұрады. Сол үшін. Адыр оны неден енді ішкенде үйде не бере бар, ана бар ішкенде ақалесіне аласыз, сол деген момент көтерген білемін. Құрдас, сіз енді айтқанды тыңдайсыз. Ертеңнен бастап таңғы 5-те тұрып су ішесіз. Гимнастика жасайсыз, фруктазаны ішесіз. Сонымен давлениең қайда кеткені, қантыңыз қайда кеткені білмей қаласыз. Құдаға шүкір. Жақсы, молодец. Дұрыс. Қанша звезда? Менің атым Кудеринова Назира Маминовна. Мен статусым 4 жылдыз. Менің вышестоящим Бағила Нұрмағамбетовна. Одан выше Сапаркүл Аскарбековна. И одан выше уже Сәуле Жанабаевна болады. Структура Сауырбаева. Молодец. Енді детоксқа мен өзім бірінші кетіп бара жатыр. Негізі теншейдің өнімін ішкем. Бірақ ішкенде просто ішті, профилактический сахар. Енді қазір кетіп бара жатыр из-за того, что у меня өтімде тас бар, бүйрегімде тас бар, киста бар бүйрегімде. Соны емдіктеп кетіп бара жатыр. Бірінші рет детоксқа, да? Бірінші рет. А бұрын ішкенсіз ғой? Бұрын ішкем. Қанша уақыт іштіңіз? Енді мен уақытын... Примерно 1 ай, 2 ай? Постоянно емес. Анда-санда, да? Для профилактика, да? Бірақ ондай нәтиже ештеме алған жоқпын, осы жолы енді көру. Детокста күшті нәтиже аласыз, құдай қаласа. Для себя хочу Узнать. узнать. Ем болсын.